Жаратылыстың ең ардақтысы ол адам. Ал пенде үшін ұлы байлық оның еркіндігі мен азаттығы, елінің тәуелсіз болғаны. Басымызға азаттық, жерімізге еркіндік орнағалы да 29 жылдың жүзі болыпты. Содан бері Қазақстан алға басып, даму жолдарын бастан кешуде. Әрине, 29 жыл аса көп уақыт емес. Бірақ соған қарамастан, досымыз сүйсініп, дұшпанымыз күйінетіндей жарқын істерді де тындыра білдік. Еліміз 1991 жылы тәуелсіздігін жариялағанымен, бостандыққа ұмтылысымыз ерте замандардан басталады. Қазақ хандығы, Алашорда қозғалысы, тағысын тағы осының дәлелі. Тәуелсіздікпен бірге дінімізбен қауыштық. Ұлтымыздың ұмытыла бастаған тілі тірілді. Дәстүріміз бен мәдениетіміз қайта жаңғырды. Осының бәрі елдіктің жемісі. Атам маған аштық болған деуші еді. Шүкір Алла, көрген жоқпын мен соны. Түйір нанға зәру болған кезектің мен туғанда біткен екен ең соңы. Атам менің соғысталып есіне сөйлеуші еді қас дұшпанға өшіге. Соғыс қызық екен ғой деп отырам, ұзақ қарап орден толы төсіне. Асқан атқан қазақтың ерұлдарын, сынады атам бодандықтың жылдарын. Нағыз байлық деп санады ол жерімде әр қазақтың аман есен тұрғанын. Атам маған мұнын айтты бұрылып, соның бірін көрмей өскен буынмын. Едігеде еніреген қазағым, тәуелсіздік алғаннан соң туылдым. Өтерде атам ертеніме сеніктек, өсіп еді ел жанды боп еліктеп. Өйткені біз қазақ тізгін ұстаған, дәл осындай күндан саған едік деп. Тәуелсіздік шекарасын бүтін қып, бодандықтың бодауынан құтылдық. Естелігін естігенмен атамның ешқайсысын көрген жоқпын шүкірлік. Шетел асып, түрін көрдім сан елдің, азат елдің айбынына дәлелмін. Қазақстан бейбіт сүйгіш ел ғой деп, бізге қазір назары ауған әлемнің. Ынтымақтың ырысына бөленген мемлекетім көшілгері көп елден. Тарихтағы ең бақытты адаммын, көк байрақтың саясында көгерген. Байлықта да шек жоқ сірә мендегі. Ту, елдің ба, мемлекеттің кең жері. Азаттықтың елге арнаған сыйлығы ең әдемі елордам бар жердегі. Соның бәрі ел бастаған ер менен, соған ерген еркін елдің еңбегі.